Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Шаршайды адам мұңлы болып жүруден, шаршайды адам мәнсіз өмір сүруден. Қалың қалай деген кезде өтірік, бәрі жақсы деп қиналып күлуден. Шаршайды адам түссе тағы сынаққа, мықты болып көрінуден жан жаққа. Шаршайды адам түндерден де ұйқысыз, құрғыр ойлар кеткенінде сан саққа. Шаршағанда жалғыз ғана тірегің, кеудеңдегі жұдырықтай жүрегің. Өзің ғана құтқарасын өзіңді, себебі тек өзіңе аян тілегің. Жанымның білем тыншымайтынын, тұнжырап мына қалса маң. Алладан менің бір сұрайтыным, бақытты болсыншы барша адам. Жалғанда шатасу бар, жаңылыс бар, білінбейтін бейнет бар, шабылыс бар. Құшағында қуаныш болғанымен, әр адамның қойнында сағыныш бар. Тағдырға амалсыздан бағынасың, кейде рас барлығынан жалығасың. Бауыр бүтін, бас аман болғанымен, көздер көп бір елесті сағынатын. Өмір маған үйретті жылауды да, оған қоса сүрініп құлауды да. Өмір маған үйретті сағынуды, оған қоса жалығып жабығуды. Өмір маған үйретті тарығуды, оған қоса сабырсыз сары мұңды. Өмір маған үйретті сүюді де, оған қоса сүйе тұрып күйуді де. Өмір маған үйретті төзімді де, оған қоса көз жасты тыюды да. Өмір маған үйретті бағынуды, оған қоса еріксіз сағынуды. Біреулер саған көмегін береді, біреуге сенің көмегің керек. Өмір ғой досым, өрмелеп жатып, сүрініп кетсең тұруың керек. Ұлың өсіп бай болсын, құлының өсіп тай болсын. Дәулетке сәулет сай болып, үйің толы жан болсын. Егізден туып ешкіңіз, қораңыз толған мал болсын. Тоқ етерін айтқанда, әр қазағым бай болсын.